Бәріңізге сәлем. Бүгін оп-оңай жасалатын морковный пирог жасаймыз. Дәміне сөз жоқ, өте дәмді, влажный әрі воздушный болып шығады. Қажетті заттарды видеоның астына жазып қалдырамын. Ең бірінші 4 жұмыртқаны жарып аламыз. Оны миксердің көмегімен шамал көпіргенше миксерлейміз. Жұмыртқамыз осындай ақшылдау түске еніп көпіріп бастаған кезде шекерді 2-3 бөліктен бөліп, осылай миксерлейміз. Шекер мен жұмыртқамыз осындай аппақ массаға айналады. Сол кезде миксерімізді қойып, осындай лопатка аламыз. Үккіштен өткізілген сәбізімізді алып, сала отырып, осылай біртіндеп видеода көрсетілгендей араластырамыз. Бұл әдіс пирогымыздың воздушный болып шығуына әсер етеді. Сондықтан миксермен жасамаймыз. Сәбізімізді жақсылап араластырып болған соң, сұйық майымызды құйып араластырамыз. Ұнымызды міндетті түрде осындай електен өткізіп салу керек. Бұны сито деп те атайды. Сол кезде пирогыңыз кислородпен қанығады. Бір шай қасық соданы да електен өткізіп саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Мінекей осындай қою массаға айналады. Осы кезде үгітілген арахис жаңғағын салып араластырамыз. Содан соң бір шай қасық алма сірке суын қосамыз, араластырамыз. Массамыз дайын болған соң, пешіміздің осындай қалбын алып, астына міндетті түрде пергамент қағазын төсейміз. Пергамент қағазы менде Поклан фирмасынікі. Бұл пергамент қағазы өте жақсы, астына жабыстырмайды. Сондықтан осыны қолдануға кеңес беремін. Содан кейін жаңағы массаны осы пергамент қағазының үстіне құямыз. Массаны құйып болғаннан кейін осылай 1-2 айналдырып жібереміз. Сол кезде бір келкі болып орнығады. 180 градуста 40-45 минуттай пісіреміз. Мендегі пеш әсел пеші. Ас болсын.